Bildigi önüge örüligi özüң men gana ey belgili kеудеңе сыйғандай даланың дархан кеңдігі көңілі гүл көктем мейірімді жан еткен төрт бөліп бесік тербеткен анаңдау сүйсең менше сүй бабамның антындай хауана қалпыңдай пейіліңмен мың жасай сарқылмай кіршіксіз жүрегің алтын десе алтындай көңілі гүл көктем неткен көктем мен ұйқым төрт бөліп бесік тербеткен анаңдау сүйсең менше сүй sönbey alağı özüngsің мәңгілік жанымның жібек жалауы көңілі гүл көктем мейірімді жан еткен түн ұйқым төрт бөліп бесік тербеткен анаңдау сүйсең менше сүй көңілі гүл көктем мейірімді жан еткен түн ұйқым төрт бөліп бесік тербеткен сүйсең менше сүй анаңдау сүйсең менше сүй елдің төріндегі болып жатырған әдемі сүбелі той бәріңіздің де босағаларыңызға жұғысты болсын. Енді бүгінгі тойдың тақырыбы бәріңізге мәлім ғой. Сондықтан алғаш осы салтанат сарайымызға сән беріп той басталды деп мән беретін біздің орталыққа қазақтың сұлулары Айкөркем бишілер тобын құрметпен орталыққа шақырғанда жөн сұраймыз. Орталықта ашып жайғасып қойыңыздар. Ол төріміздегі ағаларымыз, көкелеріміз өмір деген көлікпен бейнетпен зорға жетесің. Алтын сарай салсаң да бәрібір тастап кетесің. Тіршілікті сыйласаң, мұратқа сонда жетесің демейді. Осы ағамызды, әулетімізді, жанұямызды, отбасымызды бәріңізді алғашқы сәнін келтіретін Айкөркем бишілер тобы сахнамызда.
ата-бабаларыңыз алдарыңызда. Қарсы алыңыздар. Ой, бәрекелді. Ардақты ағайын, мынау әдемі бір қарағанда қыз болып, бір қарағанда құс болып билеген қазақтың сұлуларына қол соғып құрмет жасап қоямыз. Ал енді қайырлы кеш, қадірлі ханымдар мен мырзалар, қадірлі көпшілік. Сәлем берсең сауап аласың дейді мұсылманда. Бісміллә деп алдарыңа қадам бастым, тілден өгін өзгеден еш таба алмассың. Той дегенің халықтың қазынасы, той жасауды ағайын саған жазсын. Берекені өзге елден ала алмассың, бақытты өзгеден еш таба алмассың. Торқалы той төріндегі ардақты ағайынмен ассалаумағалейкум деп амандастым. Осындай әдемі аламан той бар қазақтың босағасына жұғысын olsun деп тағы да бір құрмет жасап қойыңыздар. Мінекей, қадірлі жақсылар, бүгінгі салтанатты кешіміз әдемі бастап алды. Осы тойымыздың төріне қадам басып төрімізден табылғаннан бергі бүгінгі осы торқалы тойдың тақырыбы баршаңызға да мәлім. Осы әулеттің тұғырына бір ауыз тоқталып кету біздің азаматтық борышымыз десек, мінекей осы өлкеге қан жүгіріп қала тұрғаннан бастап халық құрметтеп алашарлықтаған әдемі отбасының төрінде әдемі қуанышқа бәріңізде кенеліп тұрсыздар. Ал енді әке көрген ошанар, шеше көрген томшыр деген қазақта киелі керемет сөз бар. Осы өлкеде бабасына басын иген тұғыры төрден болған кәдімгі айтатын орта жүз қоңыраттың ішінде байлар жандар бабаның ішінде осы өлке ардақ тұтқан көбік атадан тараған осы өлке тіпті облыс тіпті мырзаның шөлі аттарын танып білетін таласыптар әулетінде әдемі аламан той басталды. Мінекей елдің ісіне ертеден араласқан ерен азамат көзден көтседі көңілден мәңгі тұрадың орында бар оңалып ат тұяғын тай басар деген әдемі сөзге сүйенсек, міне Амангелді атамыз осы әулеттің тұғырын алғаш қалаған. Сол кешегі мырзаның шөлінде халық ағарту ісіне бастап еңбек етіп, осы өлкеге келгенде де ұлттық қауіпсіздік комитетінде еңбек етіп, бүгінде ардақты ағайын жүрегіміздің төрінен қымбатты орын алған осы елдің қазыналы қариясы. Ал енді осы атамыздан қалған Алланың берген бір ұлы мен бес қызына түзу тәлім тәрбиені өмірдің бар жақсылығын сый етіп тартып өткен бүгінде ақжаулықта біздің Дүйсенкүлдей анамыз 63 жас пайғамбар жасына толып жатыр екен. Ата-ананың арманы арманының балдаңы, ата-ананың арманы ұлдың бағышанғаны, түтінін суышырар иманды келін алғаны, ата-ананың арманы қыздың бағышанғаны, өз қызындай қарайтын құтты жерге барғаны десе, осы Алланың берген перзенттерінің барлығы да шүкір бүгінде әр өлкенің төрінде биік белесін бағындырған іскер азамат пен азаматшалар. Ал енді осы бүгінгі өніп өскен әулетіміздегі жасаған әрбір еңбекті осы өлке біліп, осы өлкенің төріндегі әрбір іске өзінің тапқырлығымен, өзінің сыйлы құрметімен еңбек еткен ардақты анамыздың да бүгінгі құтты қуанышы. Осы құтты қуанышқа түгел ұл-қыздардың барлығы тапқанды шашып, мауқымын әнжірмен басып, кеңге құшақ жайып, бүгін бәрімізді төрімізге шығарып, дәм беріп дәрежемізде көтеріп жатыр ардақты ағайын. Жасыққа талай адам таласады, ниет етсек бір алла қарасады. Осы біз қазекеңе таңғаламыз, көре алмай, бір-бірімен санасады. Онысы да бірақтан дұрыс шығар, той жасап бөліседі. Тамашаны, байлар жандар елі әдемілеп той бастады, мерейі байқасаңыз жанасады. Бүгінді жеке меншік мерекесін осы өздеріңізбен бөлісіп жатырған Дүйсенкүлдей анамызға өмірдің бар бақытын тілеп, осы бүгінгі құтты қуаныштары құтты болсын деп, бір шағын шапалақ ұрып қойсақ жарасады жақсылар. Маған дейтұғын, ара болғын кейде саған, кейде маған дейтұғын десе, шүкір бүгінгі атқан таңнан батқан күнге дейін осы өлке құрмет тұтқан әдемі әулеттің салтанатты кеші бастап алды. Енді ардақты ағайын, білесіздер, қайбір қуаныш болмасын, осы төрімізге, осы елдің алдына, осы торқалы тойдың себепшісін, себепкерлерін құрметті ізетімізбен алып шығып жатамыз. Ал енді бүгінгі осы атамыз бен анамыздан туған Алланың берген перзенттердің ішінде осы Бақытжан ағамыз
осы өлкеде әкеден қалған тәлімді тәрбиені осы о төріміздегі аталарымыздан, ағайын туыстан аллаханша батасын алып, талайма биік белесті жеткен жетістікті өздеріңіз көрген боласыздар. Осы бүгінгі Шағалалы Шардара аудандық ішкі саясат бөлімінде басшылық етіп, еңбек етіп, бүгінгі осы торқалы тойда анама деп әдемі ән салып, анасын алақанын алып, төрімізге қарай ел қол соғып қарсы алатын көрінісінде куәгері боласыздар жақсылар. Сондықтан бабадан балаға, көнеден жаңаға елдің алдында қазақтың қуанышының төрінде талайма қойылымдардың куәгері болсаңыздар, бүгін осы мерекесі болып саналған анамызды өз ұлағатты ұлы әнімен сәнін келістіріп, төбеден түскен төредей қылып ортаға алып шыққалы жатыр. Ардақты ағайын, куәгер болыңыздар, қол соғыңыздар, шаттаныңыздар. Мекеменен Медина жолдың ұшы алыс сапар дейді ғой барған кісі. Ата-ананы аялап ардақтасаң, меке болып табылар едің үші деген. Міне бүгінгі ардақты анамыз мерекесіне жетсе, осы ұл құстарының осы күнгі үйін жасаған құрметінің арқасы деп білесіздер. Міне осы анамыздан туған Алланың берген перзенттерінен бүгінгі таңда 20 қатарда немеренің құшағында жайғалған ардақты анамыз. Сондықтан Дүйсенкүл анамызға өмірдің бар жақсылығын тілейміз. Енді бүгінгі құтты қуанышта түгел баршаларыңыз бір жақындасаңыздар, бір әдемі естелікке сурет түсіріп қояйықшы. Өйткені бүгінгі азаматшылар бар. Сондықтан осындай салтанатты кеш жасап берген ұлағатты ұрпағына
Ол қыздарына, немерелеріне, барлығына да рахмет құрметімізді білдіріп қояйық. Бүгін күн ертең тарих есенге сүріп алайықшы. Қағылған жер мырзаның шөлі болғанмен, шүкір, ол елден де келген ардақтағы ағайындарымыз төрімізде. Ал қазір қыздарында құтты болсын деп, анамызды төрге жайғастырып қояйық. Ардақтағы ағайын қол соғып қойыңыз. Жасына жетпей қартаят, асыл адам жасына жетпей марқаят деген осы емес пе? Міне анамызды әдемілеп, ана деген атқа лайық етіп, әнімізбен, сәнімізбен, сән салтанатымызбен ұлағатты ұрпағының әдемі осы анамызға деген гүл шоқтарымен киелі керемет көрініс жасап, төрімізге жайғастырып қойдық. Енді түгел ардақты ағайынның, түгел Алаштың, түгел қазақтың басы жиылса білесіздер, осы қаумалаған қуаныш, тойдың төрінде жиылған елдің алдына осы елге егелік еткен, ертеден ел аттарын танып білетін елдің ардақтыларын, осы өлкеміз құрмет қылатын қазыналы қарияларымызды қымбатты төрімізге шақырып, мархабат етіп алғаш Алла деген тілекпен тойымыздың да томағасын тұрғызып жатамыз. Сол кешегі Туралықтың сөзін сөйлеген Төле би бабамыздың бір сөзіне жүгінсек, бір ұл әкеден өте туады, бір ұл әкеден кері кете туады, бір ұл сол асқартып әкемізге жете туады десе, міне осы өлкенің, осы әулеттің кешегі сол қазыналы қарияларының бір жұрнағы бүгінгі ел ардақтысы мырзаның шөлінен осы төрімізге қадам басып келген Құрбан Назарқұлов атамызды құрметпен орталыққа шақырамыз ардақты ағайын. Сол қатарда мырзаның шөлінен осы ортаға қадам басып келген ел ардақтысы Көлбай атамызды да құрметпенен орталыққа шақырамыз. Ал енді осы төрімізде осы тек өлке емес, Түркістан облысы, тіпті республика атын танып білетін Шымкент қаласының құрметті азаматы, ел ардақтысы Мүсілім Талас ағамызды да құрметпен төрімізге шақырамыз. Және де елдің елеушісі, халқының қалаушысы талайға кәсіптің басын бағындырған осы елдің үлкені ардақты ағамыз Алмасхан Мұсай көкемізді құрметпен төбемізге, төрімізге, тілекке шақырамыз. Құрметті көкемдер, келіңіздер, мархабат. Ардақты ағайын, төрімізге ардақтыларымыз келіп жетті. Енді кішкене жадыраған жүздеріңізді, мөлдір қара көздеріңізді орталыққа көрсетіп қойыңыздар. Өйткені бата бақыттың бастауы деген. Мен осы бақытжан ағам әкеден қалған сара жолды сақтап, осы үлкендеріміздің осы күнге дейін көсегеміздің көкөруіне, осы үлкендеріміздің берген батасының арқасы деп білеміз. Сондықтан бота бір жұт бата мәңгілік түгел, сәлгені назар салып, құлақ тұрып, осы елдің ардақтыларының айтар тілегіне мән беріп қойыңыздар, ардақты ағайын. Осында елдің төрінде ел ардақтылары тілек қосар шағында бұл кісілерге де құрметіңіздерін көрсетіп, қос алақандарыңызбен бір қолын қойсаңыздар болады. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған көпшілік мынау бүгінгі бақсырмай мұнайын мағанаңыздың келіңізді үйсендіктің пайғамбар жасына жеткен тойын құтты бола берсін. Осыны ұйымдастырған мынау інілеріме, балаларыма, ұрпақтарыма құлақ қаласа рахметін айтамын. Тілеген тілектерін Алла қабыл етсін. Киген тергендер айынан тойға берсін, ауылымыз өсіріп алсын, үйлі жайлы баранды болып отыр. Өсіп өне берсін.
kudret jarlıqaudun qavuniyeti qayrılığın urte sözü baktargan nesibe Ayveren kırışılten nazarında salıvet Tarjol tağı keşize jerkindesi alıvet Vakit devlet prezidenti iş olmasın kasıret Kılasın kıyılın kıyıptı Allah kabul et Nakılığınızı toyların kutlu olsun Özüveni verimde camansın kurmanlar kulağınızı zamanımızsınız Yerimiz zaman olsun Netlesindir dileklerini Allah kabul etsin Allah'a Ақсақал рахмет тілегіңіз берген батаңызды Алла қабыл етсін. Енді мынау төріміздегі жақсылар өздеріңізге бір ауыз өтініш жасап, осы кішкене екі ораймен тоқтатып, бүгінгі басталып алған салтанатты кешіміздегі алғашқы алла деген сөзге құлақ түрулеріңізді өтініп қаламыз. Сондықтан сәл екі ораймен тоқтатуға барынша құрмет қылайықшы жақсылар. Міне төрімізден Құрбан атамыз әдемі тілек қосты. Жанындағы жадыраған Көлбай атамызға қол соғып құрмет жасап қойыңыздар. Hürmetli köşeli topa jinalan mınao bugün Açın balamızın anası uğrağı Neden böyle elimizden 63 peygamber yaşına geldi. Toyunun konağı orada oturup kalırsa aynadan kimse bende Allah'ın bergen casını casayı ömür casını uzak olsun baldarının emirleri casını Şahsalığın görevi, rahatın görevi oynamayın. Bakçan'a, Ostoy'duyum dostlarım Bakçan'ın arkasından Olarga rahmet. Endi o şurada oturan kişiler, bərlik olsunday toylarga jedinizler, olsunday jasqa jasay verimizler. Yerlerimiz sağ olur, toylar verimizler. Рахмет тілегіңіз қабыл болсын. Ақсақал жалғастырайық қуаныш құтты болсын. Енді көкемі бірсін боса да өзімізге сый құрмет қылады. Ассаламуалейкум Таңшылхан. Мынау тойымыз құтты болсын. Жеңшем Мерей тойымыз құтты болсын. Бақытжан, сен анаңды сыйласаң, Алла сені сыйласын бауырым. Қылған қызметің Алладан қайтсын. Алладан тілекке Алла осы бауырымызға қайырлы қылып таң бергейсін, жұғымды қылып нан бергейсін, жанашыр қылып жан бергейсін. Басына бақ бер, астына тақ бер. Үлкен азамат қылып, жалғыз таластыр емес, елдің азаматына өсе бер бауырым. Рахмет, тілегіңіз қабыл болсын. Қымбатта төртеу түгел келеді төбедегі басқадан биік шүкір өрелері. Осы төрт бірдей көкелеріміз қымбатты тілегін арнаса, осы менің Бақытжан ағамның көсегесі осымен көгереді деймін. Сондықтан әрбір тілектеріңіз біз үшін қымбат, бірақ осы әдемі сөздің түйінін біздің мүсілім көкеміз түйін деп қойсын. Қол соғып қойыңыздар ағайын. Ал құрметті көпшілік, мынау осы пандемия деп 5 жыл бойы өзі ағайын туғандардың көбісін көрмей, біраз туысқандарымыз әркім жандырынан жан-жаққа айналып кетті. Құдайға шүкір, мына бүгін жақсы кеш болып отыр. Жеңгемізге рахмет, жазды күні туылды. Құтты болсын туылғанымыз. Енді бақыттың балқымыз басын шалқиып берсін. Әр уақытта осы елімізге тойға, жақсылыққа келейік. Жеңгеміздің немерелерін, қыздарын, күйеу-балдарын, баласының өлеңін дегенде бәрі тыңдап жатырмыз. Өте елге бір не болатын ғанибет нәрсе. Әр уақытта осы еліміздің амандығы, осы өсіп-өніп, елінің жағдайы жақсарғаны, сол үшін шетте жүрген біздерге өте таңсық, өте қуаныштымыз. Тойымыз той қыласын, Құда қаласа әр уақытта елге тойға келіп, қуанышпен тойды өткізе берейік. Рахмет, көсегеміз көгереді. Енді осы төрімізден табылып тілек қосқан бата берген өздеріңізге деген той өкілдерінің атынан әдем шапар шаттығымыз бар. Соны бір әдемет тапсырып қояйық. Тойдашты елімнің ардақтары әр сөзі салиқалы салмақ тәді. Осындай ағаларымыз, көкелеріміз бар кезінде бұзылмайды. Қазақтың еш байрақтары дегімізде келеді ғой. Сондықтан тойдашқан осы өздеріңізге айтар алғысымыз шексіз. Сіздердің де керегелеріңіз алтыннан, босағаларыңыз болаттан, табалдырықтарыңыз тозбас темірден, шаңырақтарыңызда дәл осындай шаттық, қуаныш, торқалы той, салтанатты жиын кеш болсын деп тіледік алдық. Енді болса да бүгінгі күн ертең тарих деген бірінші жақынырақ тұрыңыздар, естеріңізді өткізейік.
Bugün kөнердегі тарихтегі естетті сүрінді сүрейік. Мархабынған жақсылар. Мен осы Бақытжан ағамның бүгінгі кеште ұйымдастыру алқасы осы облыс көлеміндегі бүкіл өнерпаздар, тіпті республика көлеміндегі өнерпаздар, көрші республикадан өнерпаздар да келіп, осы сахнамызда талай ән салған. Бірақ бүгін осы анамыздың әдемі керемет кешіне деп, түгел бүгінгі ұлт құстары, тіпті ағамыздың өзінің басында анасына ән салды. Ал енді осы қымбатта Шағалалы Шардара ауданының мәдениет қызметкерлері бүгін ортамызда әдемі үнін өздеріңізге тарту етіп, елдің құрмет қошеметіне бөленетін болады. Бұл енді өнердің қасиет, кез келген азамат пен азаматшаға нәсіп болмайды. Осы өнердің орнында, сахнаның төрінде жүріп, елдің алдына шығып, елге деген шын талантты шыңдап, осы өздеріңізге паш етіп, елден ыстық ықылас ала білу оңай емес. Сондықтан бүгінгі төріміздегі жақсылар, бүгінгі торқалы тойымызда осы анамыздың мерекесіне алғаш немересі Аружан Бақытжанқызы ән салғалы тұр. Ардақтан ағайын, сіздер қол соғып қойыңыздар, тағы да қуаныш құтты болсын деп әдемі әнді кезек береміз. Жұп етіп жалғанғалы жатырмыз. Осы тойымызға тағы да құтты болсын деген құрметпен келіп тұрған осы өлкенің тілшісі, біз Бота
Өсірбай, қыздарыңызды орталыққа шақырайық. Қол соғып қойыңыздар сіздер. Әдемі ән сіздердің құрметтеріңізге жалғасын табады. Елден ыстық ықылас алады. Мұна бүкіл қазақ атын танып білген қазақ вальсінің королі Шәмші атамыздың айтқан бір сөзі бар. Өнерді бағаламайтын 100 адамнан өнерді бағалайтын 10 адам артық деп ардақтаған ағайын. Сондықтан бүгінгі осы алдарыңызға шыққан әрбір өнерпаз ұл-қыздарға әрбір өнерін бағалап алаған қағып отырсаңыздар, шын талантқа шабыт сыйлайсыздар сіздер. Енді бүгінгі осы торқалы той әдемі анамыздың мерекесінің тізгіні біздерге де нәсіп болған екен. Мына бісміллә деп Алланың атымен сөз бастаған мына бала қай бала, мына бала қай елдің баласы, қай жердің баласы деп таңғалып қалмаңыздар. Менің есімім Біржан, фамилиям Жанту, Алғидың баласын ардақты ағайын. 93 жылдық тарихы бар Мақтаарал аудандық мәдениет ошағында қызмет атқарамыз. Осы Бақытжан ағамыз ілгеріде өнер өлкесінде өзіндік із қалдырған азамат болғандықтан осы орталарымызға келіп бүгінгі сән салтанатымызды қолымызға алып тізгіндеп барып қызметімізді жасап тұрмыз жақсылар. Енді болса да қазақ атамыздың ең керемет сөздері өте көп қой. Ең қаттысы, ең ащысы, ең жұмсағы, ең тәттісі тіл десе
осы босағамыздан аттап бәріңіз де тілектеріңізді жүректеріңізге жүк етіп келіп тұрсыздар. Мынау іздеп келер інің бар болса, бақыттың барын сонда біл, аңсап келер ағаң бар болса, ағайының барын сонда біл деген әдемі де сөзіміз бар. Міне осы тойымыздың төрінде біз осы салтанатты кешімізде тағы да бір тілекпен бастап алған жөн санаймыз. Осы тамыры терең өмірі өлең болған Жапа би атамызбенен Зеріп анамыздан тараған ұлағат ұрпақ 6 ұл 3 қыз. Ал бұл күнде осы өніп өскен өлкенің құрметтілері. Осы төрімізде ақжаулығы желбіреп келіп отырған, бір қолымен бесігін, екінші қолымен әлемін тербеткен әзиз басты артық анамызды құрметпен төрімізге шақырып тұрмыз ардақты ағайын. Және де жанымызға, төрімізге қымбатты осы республикалық көлемде Экофарм жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы, елдің ардақтысы, ел ағасы, Шымкент қаласының құрметті азаматы, осы өлке тіпті облыс құрмет қылған меценат, қадірлі көкеміз, Мүслім көкемізді аяулы жары Гүлия жеңгемізбен бірге төрімізге шақырып отырмыз ардақты ағайын. Қатардан қалмастан осы өлке құрмет қылған ел ағасы, белгілі кәсіпкер Арапхан көкемізбен Асылзат жеңгемізді құрметпен шақырамыз. Аппархан көкемізбен Асылзат жеңгемізді құрметпен шақырамыз. Жанымызға жадыратып, Орынбек Раян ағамызбен жеңгеміз кесе ел құрметтеген, және де Әшірбай Роза ағамызбен жеңгеміз құрметпен той төріне келсе, осы бүгінгі мерекесіне жеткен біздің Дүйсенгүл анамыздың үлкен перзенті, қылықты қызы деп айтсақ та болады. Біз Жадыра әпкемізбен Орынбай жеңгемізді құрметпен шақырайықшы. Ардақты ағайын, көгер болыңыздар, қол соғыңыздар, аттар аталған азаматтар, азаматшалар, келіңіздер төрімізге, мархабат. Қадірлі көкелеріміздің, ағаларымыздың жаны Нұрмахан ағамызды құрметпен шақырайықшы. Нұрмахан аға, келіңіз сізде, қатардан қалмастан. Ассалаумағалейкум, қадірлі қымбаттылар, төрімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі енді бастап алған қуаныштың төрінде өздеріңіз өте жоғары дәрежеде байқап бағындап, осы анамыздың қуанышы деп, бүгінгі анамызға жасаған ұл қыздарының қуанышы деп, жұбанышы деп көгер болсаңыздар, осы ортада алғаш тілекті өздеріңізге табыстаған тұрмыз. Сондықтан ардақты ағайын, қол соғып қойыңыздар сіздер. Сөзімді көке келіңіз. Құрметті тойға жиналған көпшілік, мына өздеріңізге белгілі, бүгін қандай жиында отырсыздар. Енді осы күнге шейін сөйлеген ағаларымыз айтып жатыр. Бүгін біздің Дүйсенгүл жеңгеміздің мерейтойы. Өздеріңіз білесіздер, мен енді басқана айта кетейін, мына өзім әкеміз бен шешеміздің жаңағы әкеміз бен шешемізден өрілген 6 ұл 3 қыздың ішіндегі қара шаңырақта қалған осы Дүйсенгүл жеңгеміз. Анамыздың қолында анамыз кеткенге шейін 25 жылдай ма құлдау күйінде жүрген. Сөйтіп осы елмен араласуды, адамдарды қалай күтудің бәрін анамыздан, өз үйінен, анасынан біліп келген жеңгеміз біздің анамыздан жалғастырып, мені қазір өздеріңіз көргендей осындай үлкен үлгі алатындай ана болып отыр. Осы қара шаңырақтың егесі болып отыр. Енді жаңа мына жерде мына Бақытжан ініміз ән салғанда, ортада мына немерелер келіп бүргеліп жатқанда есімізге түсіп отыр. Өзіміздің ағамыз тура осы жерде қасында тұрса қандай жарасар еді. Енді Алланың дегені болады. Енді ол кісі ояқта көріп жатқан шығар. Мынау барын аманғысын. Мынау
айтады ғой жаңағы берері мол Алланың. Міне бүгін осындай қуанышта бөлініп жатқан жеңгемізді біз құттықтаймыз. Бүгін мынау таластардың атынан мен бұл жерде біз бәріміз сөйлемейміз ғой, ішінде сөйлейік әрі бастылар. Мынау мен бәрінің атынан айтайын, құтты болсын бүгінгі мерейтойын Дүйсенбіл. Енді осы Дүйсенбілдің тәрбиесін көріп жаңа мынау Бақытжан ең үлкені болғаннан кейін жаңағы немеренің үлкені болып біздің өзіміздің 7-ші бала болып ініміз болып кеткен бала. Енді қара шаңырақтың егесі қазіргі бұл қара шаңырақты дөңгелетіп ұстау әрбір адамның қолынан келмейді. Мына біздің осы жерде тұрған мынау әулеттің бәрінің риза болатынымыз біз осы Бақытжанның енді жаңағы әкесінен алғаны, шешесінен алғаны, ата-апасынан алғаны шығар, біздерден көрген шығар. Міне Аллаға шүкір бір адамдай қара шаңырақты тербетіп ұстап отыр. Өздеріңізбенен біздер жылында бір қауышсақ, ай сайын қауышып тұратын адам. Оған да уақыт тауып, оны да үлгеріп, бәріне ол кез келген адамның қолынан келмейді қысқасы. Міне мен осы сіздердің алдарыңызда Бақытжанға да рахмет айтпақшымын. Бүгінгі мынау істеп жатқан тойына рахмет. Анасын бір көтеріп, елдің алдында мерейін асырып жатқанына біз өзімізде өте қуаныштымыз. Осындай той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Сіздер де осындай той жасаңыздар, өсіп өніңіздер, барлық жақсы жағы жұғысты болсын. Біз енді қуаныштымыз. Барлықтарыңызды осы мынау тойда жақсы отырып, жақсы билеп, жақсы кеш демалып қайтыңыздар. Мынау енді жеңге деп айтуға да біз өзіміз үлкен болғаннан кейін әзілдейміз. Оның үстінде бір ауылда өстік, бір мектепте оқыдық дегендей. Дүйсенбіл деп кеткенбіз, кейде Дүйсе дейміз. Енді бәрі жарастырады қалай болса да, бірақ негізі төменде Дүйсенбіл жеңшеміз. Міне тойымыз құтты болсын, тойымыз тойласын. Мына балдар осындай жақсылықтарды көрсете берсін. Аларды барынша ұзақ көре беріңіз, көрмеген ағамыздың. Барлықтарыңызға той тілеймін. Рахмет. Рахмет көкөр. Көшіргенімізді көкөртіп құрмет білдіргенімізге. Енді осы өңір шағалалы шағыра құрылғанда алғаш қазыққа кірпішін қалап осы өлкеде еңбек етіп осы өңірдің құрметті азаматы атанып, қазір сол еңбектің арқасында шырайлы шыңғаланың көрінді кәсіптілік өрлетіп жүрсіз. Жанымызда жадыраған біздің көкеміз екеуміздің жолдарымызда осы менің Бақытжан ағама нәсіп етсін. Осы сіздер секілді елдің ардақтысы болса ешқашан жаман болмайды. Сондықтан қуаныш құтты болсын. Енді бұл кісі әрі жеңгеңіз, әрі ауылдасыңыз, анамыздың қуанышты бәріміз қуанып тұрмыз. Сондықтан бұл кісі менің бауырым екен, алғиыңыз екен, өз алғиларса бөлектеу болады ғой, айқап тұрсыздар ғой. Сондықтан менің осы әпкемнің жүзіне, жымиған күлкісіне бәріміз тамсанып таңғалып тұрсыздар. Өйткені осы кісілердің айтқан тілегі үшін. Қуанышты болсын, енді жалғастырайық сөзімізді. Құрметті ағайындар, қайнағалар, қайындар, күйеу балдар, қайынсіңлілер. Бүгін мынау біздің әулетте үлкен той болып отыр, үлкен сыйлы абысынымыздың 60 жасқа толған мерей тойы болып отыр. Мен енді айтайын дегенім, осы елге келін болып түскенде, мен өзімнің енеме, атама, осы түскен еліме үлкен алғысымды білдіремін. Одан кейін мынау бүгін мәулеттер әулеті келіп отыр, құдалар, сіздерге де рахметімді айтпақшымын. Осындай тәрбиелі, үлкенді сыйлайтын, қайынды сыйлайтын, енені сыйлайтын азаматты өсіріп біздерге бергендеріңізге, жеңше сізге рахмет. Енді біз уақытында бір-екі баланы дүниеге келтіріп, миымыз ашып кетті, осынша баланы дүниеге келтіріп, енеге қарап, соның көңінен шыққаныңызда алғысымызды айтамыз. Енді балдарымызды возможность болса ауылға қарай жібере салатын едік. Оны жеңгеміз қиналып жатыр ма, жұмысымыз жоқ. Ауылда газ да жоқ, суды да ақтың суы. Соны қазір ойлап, қандай үлкен ерлікпен бір қабағың шықпаған сізге жаным рахмет. Ешқашан ол жақсылығыңызды ұмытпаймыз. Аман болыңыздар. Өсірген әке-шешеңізге де рахмет, сіз тәрбиелеген енеме де,
барлық елімізге алғысымды айтамын. Аман болыңыз, деніңіз сау болсын. Осы келіндерге, бала-шағаға тәрбие беретіндей өзіңіздің мінезіңізді көрсеткен ана болған рахмет сізге. Сізден көп нәрсе үйреніп жүрмін. Енді бүгін мына Нұрмахан Ғалымжан бүгін келе алмады. Нұрмахан балам біздің және екі баламыз бар ғой, миымыз ашып ауылға қайта-қайта тоғытып жібере беретін едік. Сол балаңыз сөз сөйлесін. Дүйсенбі жеңше, тойыңыз құтты болсын. Мынау сізге және мама айтып кетіп жатыр, біз ауылға жазуы баратын едік. Үлкен рахмет сізге. Көп қарайтын едіңіз. Мынау сізге бізден Ғалымжан екеумізде Турцияға 5 жұлдызды қонаққа демалып қайтыңыздар. Тағы да келгендер бар, бірге барып қайтыңыздар. Рахмет. Енді Гүлия жеңгеміздің де орны бір үшін өте ерекше. Өйткені бұл кісі елбасының алдында болып, елбасының алдынан құлынан құрмет алған азаматша, қазір шын қаланың төрінде белгілескер азамат. Сондықтан осындай жоғарғы жолдан өздеріңіздің кейінгі келіндеріңізге, әпкелерімізге, қыздарға барлығына да нәсіп етсін. Жалғастырайық екен. Құрметті қонақтар, көп болды сіздерді көрмегеніме қуанышты болып отырмыз. Рахмет барлықтарыңызға, бізді сыйлап, біздің мемлекетті сыйлап келгендеріңізге. Енді, конечно, сіздерге бауыр бойы көбісіне дари. Дүйсенбі жаным, туған күнің құтты болсын. Осы керемет тойы құтты болсын. Мен каждый мұндан өтеді. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір осындайға жеткізгенге. Бақытжанға рахмет жаным. Құдай көп бермесе де, біреу берсе де даналы саналы болып берді. Биіктен көрін. Қаласа Алланың нұры жаусын. Осы анаға осындай үлкен жақсылық істеп жатқанына қаласа Алла жазғайтсын. Қыздарым, балдарым бәрі артисті. Вообще үлкен болашақ үлкен болсын, биік болсын. Осы бақытты болып, осы ағам көрмеген жақсылықтарды Алла саған жазып жатыр. Аллаға мыңда бір шүкір, өсіп, өніп, биіктен көрініп, бәрімізге үлгі болып жүре бер. Рахмет, құрметіңіз екіміз өте жоғары. Енді қыздың жолы жоғары білесіздер, кән? Құрметті қонақтар, бүгін тойымыз құтты болсын. Жеңгемнің бүгін мерейтойы құтты болсын, деніңіз сау болсын. Өмірдің бар бақытын тілеймін сізге. Бақытты болыңыз, немерелеріңіздің, ұлдарыңыздың, қыздарыңыздың қызығын көріп, Алладың берген жасын жасап жүре беріңіз. Тойларыңыз тойға жалғаса берсін. Рахмет, тағы айтарыңыз бар ма, қосылатын құрмет қыламыздар. Міне, өніп өскен, көргенде елдің ұрпақ екенімізді көрсетіп қоямыз ғой. Енді менің бүгінгі Бақытжан ағамның анамызға деп жасаған қуанышының төрінде өздеріңіз қымбат сөздеріңізді арнасаңыздар, осы өздеріңізге деген біздің шапақ шаттығымыз, сый-сияпатымыз бар. Ардақты ағайын, куәгер болыңыздар, табыстап қояйық. Алтын шапақ өздеріңізге, төрімізге, биік шыңымызға, жайғасуларыңызға өтінеміз. Әдемі бір естелікке де түсіріп болсақ, болатын еді дейміз, осы ел ардақтылармен бірге. Жақындап қойыңыздар. Төрге қарай мұртамат сіздер жайғасып қойыңыздар, ардақтылар. Енді құрметтілер, мына алдымызға келгенде біз болса да
Қазақ пен қастырды масала болмайды дейді астың үстінде. Осы орталарымызда тағы да тамаша ән тарту өтетін осы өлкедегі. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Тойларыңыз құтты болсын, анамыздың жасы жүзге жетсін. Дені сау болсын, той қыласын, той баршамызға құтты болсын. Ауылдағы той, тамашаны қабылыңыздар. Саулық айтқан қауымға, той басалды ауылда, осында білген кіші ағайынға бауырда. Басқа бір жасылған, той қосылмас қазықта, жағар салып әзілде, той болған соң ауылда. Тойға ұласын, салған әлім қырғасын, сәлім дерсін сәкенің, әлім дерсін күләштің, туысқандар-ай. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршамызға бақытты, баршамызға шаттықты, біз тілейміз ай. Сүрін жайнап ашарың, қарқамасан базарың, әзілде жарасқан білегінен бажарың. Өсере берсін өркенің, нұрлы болсын ертеңің, жасай берсін салтанат, өнеріңнен көлгенің. Тойға ұласын, салған әнің қырғасын, сәлім дерсін сәкенің, әлім дерсін күләштің, туысқандар-ай. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршамызға бақытты, баршамызға шаттықты, біз тілейміз ай. Тойға ұласын, салған әнің қырғасын, сәлім дерсін сәкенің, әлім дерсін күләштің, туысқандар-ай. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршамызға бақытты, баршамызға шаттықты, біз тілейміз ай. Тойға ұласын, салған әнің қырғасын, сәлім дерсін сәкенің, әлім дерсін күләштің, туысқандар-ай. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршамызға бақытты, баршамызға шаттықты, біз тілейміз ай. Бәрекелді той тойласын, құтты болсын той. Ой, рахмет. Ардақтылар, әр ауданның өзі рахмет. Рахмет. Ардақтылар, мынау әр ауданның өзі спорт жағы мен мәдениет жағы елге танытады. Сондықтан осы Шалқар ауданының мәдениет жағы да спорт жағы да өте жоғары дамыған. Соның ішінде бүгінгі анамыздың әдемі салтанатты кешіне алтын уақыттарын бөліп келіп жатырған мәдениет қызметкерлеріне де осы келген ағайын туыстың атынан алғыс білдіреміз. Енді қазір ғана алдымызға ас келеді. Шын талантты көргенде қара көзден мөлтілдеп жас келеді. Әнді жұптап мен ортаға Эльмира қыздарымызды шақырайын. Бұл кісілер ән айтудың хас шебері десе, осы өздеріңіздің құрметтеріңізге, анамыздың құрметіне сахнамызда Эльмира Шонай. Құрметтеріңізге тамаша әрімізді тарту етеміз. Сәл жайғыш микрофон. Barada қазақ қайтып, күндер солай өтеді шалқып-шалқып. Сағыныш қой, сарыла жапырақтар, жақсылықтың шоғында жаққан
Бірақ жаңа ғана осы Астаналдың елдің ардақтылары, менің осы Бақытжан ағамның ағалары, ардақтылары тілек айтып білдірді ғой. Сол ағалардың құрметіне мен осы сахнамызға арқасы, делебесі қосып тұрған мен Бақытжан ағамды орталыққа шақырайын. Ағай, сіздер қол соғып қойыңыздар. Ағалардың құрметіне әдемі ән жолдап қоямыз. Қошеметтеріңіз қайда? Тойдарыңыздың көзін қарсыларыңызға. Еңбегіңді жүрмеден бағалау, шабытқанда жатымыздан табылау.
азаматтың үш жұрты болады. Соның алғашқы жұрты нағашы. Міне осы тойымыздың төрінде Дүйсенкүл анамыздың бауырлары, бүгінгі қадірлі Бақытжан ағамыздың нағашылары, нағашы әпке шешелері тойымыздың төрінде. Аттарыңызды атап өтейік, құрметпен орталыққа жақындаңыздар. Сұлу әпкеміз бастаған Шеризат және Дүйсехан Бақытнұр тойдың төрінде Қанат Гүлзада, Әлима жеңгеміз және Ғабит, Әсет, Сәбит, Айзада бастайды. Асылхан нағашы келіңіз төріміздегі. Іңкәр әпкеміз Сапар Күлпаршын есімді және Ғаппар Фарида келелеріміз Қоныс Күләнда, Жәмил әпкеміз Дүйсен Нұрила бастаған түгіл нағашыларымызды орталыққа тілектің төріне шақырдық. Бір ғана өтініш бар. Билеп келіңіздер қана кейін. Мақалы бар еді кішігірім. Тар жерде палау жегенше, кең жерде удар жеген жақсы дейді да мен көкем. Сондықтан келуге құшақ жайып билеп келдіңіздер, өздеріңізді көріппіздер, өте қуанып тұрмыз. Енді болса да бүгінгі қуанышқа бәріңіз құтты болсын деген бір ауыз тілек қой. Жол жоғары, нағашыларымыз бастайтын болса да аналарымыз құрмет қылайық. Құрметті қонақтар, мынау Шардара қаласында, Ақшақала тойханасында мынау сіңлеміз Дүйсенкүл пайғамбарымыздың толып отыр. Соған орай тойға келіп отырған жағдайымыз бар. Дүйсенкүл денің сау, өмір жасың ұзақ, бала-шағаңның қызыңды немере шөбересің. Жер бетіндегі бар жақсы апаларың саған тілеймін. Той құтты болсын. Мен екі қайын тұрғаны біреуін. Оларға да көреді ғой. Құрметті қонақтар, бүгін мына қонақтар Ақтөбенің қарны жарылатын күн болды ғой. Менің әпшем күні қалса, Құдайдың берген жасына келіп отыр. Әпше, енді біз айналайын жерде тарих айтқанда таласып моментті бәріміз мынандай құттықтаймыздар өскенбіз. Орынбек Әшірбай, Орынбек ағасы Әшірбай емесі. Бірақ екеуі де жандос сияқты біздер қалай түркімізді өткізбеді. Қазір нешездерген көрмеген балапан басымен тұрымдай тұсыма кеткен заман біріміз Шардарада қалып қойдық. Орынбек Алматыда, Әшірбай Шымкентте. Бірақ мұсылым көрге ақпарған бүгінер отыр ғой. Осы кісілермен қалай жүріп сонау жаңағы айтып отырсыз ғой мақталардың төрінде деп. Сол партиядан да көшіртілген осы ақшаның өзімен осы Шардараға. Ол кезде апа бейшара тірі. Так что талай этаптардан өтті, Құдайға шүкір. Оның арқасында Бақытжан келіп өмірге Құдай қаласа осындай керемет Шардараға келіп қалай айтсам болады. Он себя нашел, ғой дұрыстап айтқанда. Молодец, Құдайға мың қата шүкір. Құдайға шүкір, өзіне жараса қызметі бар. Ауданға белгілі азаматтың бірі болып жатыр, Құдай қаласа. Енді бүгін анасын менің әпшемді сыйлап осы дүниеден көпшілік сыйлап той беріп жатыр. Бұл жерде енді айтатын өкініштер әпкелерін айтатын бар, қуаныштары да бар, Құдайға шүкір. Аман жезден болғандар мүмкін бәрі де бөлек болар еді. Кейбіріне может бөлектіп істеп берер ме, кім біледі. Ал енді менің де мықты ел тоқтатып жүрген ағаларым бар еді осада. Бәрі кетіп қалды. Мен бүгін әлі жасым 60-қа келмей жатып сөз бастаймын дегеннен ойымда жоқ тірлік екен. Топырақ адынакі өмір екен. Кеше ғана елді басқарып жүрген ағаларым бар еді. Ол кісілердің алдында көтеріп өтуге қорқатын едім. Бірақ Құдайға мыңға шүкір енді балдары бар, өсіп келе жатырмын. Сәбит, Ғабит, Ермахан, Нұрмахан деген Құдай қаласа. Так что аман болайық, әпше. Туғаныңыз құтты болсын, айналайын әпше.
Bizim егер жесем айтады, мен кісі вообще осы кісі дейді. Так что Бақытжан кіршасы мен болсам, мен кіршам осы кісі бұл кісі де. Так что аман болайық. Енді Бақытжан бар уақытта жоғарыдан көріне бер, бар уақытта осындай сыйлы азамат, құрметті, қошеметті бола бер, Құда қаласа. Ел танитын, ел тоқтап орнынан тұрып сәлем беретін мықты азамат бола бер. Ал оның бәрі менің әпшемнің арқасында, тілеулес болғанның арқасында деп ойлаймын. Құда қаласа аманшылықта, жақсылықта жолға берейік, той қаласа берсін. Құрметті қонақтар, ішіңіздер, жеңіздер, барлығы сіздер үшін. Рахмет болды. Жездесіне бермей, келіңіз. Не қалысыз, неге? Подейсі разордан. Сыбырлабай тұр, сыбырлабай тұр. Құрметті көпшіліктің отырған деген алынға күйе болған екен, қиындау емес, төтемдерді сөтемдерді әрбірін айта беретін осылар еді. Аман деген енді бір жақсы жігіт еді, Құда қаласа. Білем өзіңді. Айыл, ешкі ешқандай күні. Құда қаласа, бата той жасап беріп, орынға бара олар деген осы жерді Құда қаласа. Өлін айтатын білмейді екенбіз, біздің тойымызды айтпадыңыз қазір қарттарына. Сойтпақ енді қыздаған енді амай деген қойылы болды. Міне дені салмасын шығар, міне. Қызық, осында қандай бақытты. Кел. Жұғырды. Құда қаласа дені салмасын. Келін деп атып көретін. Байдар жандар екен жүресін. Сен шын бексің де қарап еткен. Ана Құда қаласа мен де салмасын. Құда той боласында кішкентайдан ер жігіт болсын. Соны қызым көре білеген азамат. Рахмет. Бұла төріміздегі тілеулестер. Біздің бұла нағашылар қауымы тілек айтқан кезде сәйін екібірәңмен тоқтатуға өтініш етеміз. Осы ортамызда Асылхан Қажыға құрметімен тілек білдірсін деп тұрмыз. Өйткені Алла ақтыққа, иман шаттыққа, ұл қызын тек болса жеткізетін үлкен уақытқа деген. Осы ауданда 15-20 жыл көлемінде ауданның бас имамы болып еңбек еттіңіз. Алла берген азаматсыз ғой. Сондықтан сіздің бір құрметті сөзіңіз тікелей Аллаға қабыл болып, осы анамыздың ғұмыры ұзақ болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті той қауым, әпше, Бақытжан жиен, рахмет, Алла разы болсын. Шынында анасы бар адам қартаймайды. Енді осы ананы төрдің орын беріп, ағайын туысқыздар жекжат, осы өткен ниеттес тілеулес болған көпшіліктің басын осы үлкен ұлан асыр той жасап беріп жатсын. Әпшеміздің бақытты артық жан жоқ қой деп ойлаймын. Ата-ананың қадірі көзінің тірісінде болу керек. Көп адам ата-ананың қадірін тірісінде емес, өлгеннен кейін біледі. Бірақ осында әрбіріміз ата-анамыздың қадірін өзіміздің барында бағалай біліп, оның қадірлерін құрметтей білсек, бұдан асқан дұрыс жоқ. Міне бүгін әпкеміз пайғамбар жасына жетіп, осы өзінің қуанышын бөлісейін деген бір жақсы ниетпенен ұзаққа хат жіберіп, жақынға ат жіберіп, арнайы осы өткен ниеттес тілеулес болған ағайын туысқыздар жекжат көпшіліктің басы қосып, үлкен ұлан асыр Бақытжан жиендеріне келін, осындағы жиендер баршасы бірлесіп отырып, ақ шағала шырайлы қаланың алдындағы кіреберістегі үлкен ақ салтанатты зәулім сарайда той беріп, Құда қаласа мына қызықшылықты бөлісін көбейді деп үлкен ұлан асыр тойға баршаңыз қош келіпсіздер. Пайғамбарымыз алейхиссалам хадисінде ата-ананың разылығы, Алланың разылығы, ата-ананың ашуы, Алланың ашуы деген екен. Міне енді бүгін шын мәнінде әпкем құрметке лайық адам. Осы енді үлкен пайғамбар жасына жетіп, бұл жасқа жетудің өзінде көп адамға арман болса, міне бүгін Құда қаласа үлкен осындай жақсы Алланың ең сүйікті құлының жасына жетіп отырсыз. Жасыңыз жас боласыз, Құда қаласа ортада аналық ақ батамызды беріп, ақылыңызды айтып, осы әулеттің 18 жасар қызындай болып жарқырап, әпше жүре беріңіз. Мына енді сіздерге осындай үлкен қызмет жасап, өздерінің перзенттік борыштарын өтеп жатқан жиендер Құда қаласа тамырын терең жайып, елде абыройлы қызметтері әрдайым жаңағы алар асулары, батылары, белестері көп болып, тек қана жақсылықта, қуанышта басқа сөйлейді.
Rahmet 40 kadar mыңlar деген. Apama vereyim bak. Apa aytыңыз. Kім пенсиясы көп деген осы кісілер. Мына құрметті қауым, бүгін керемет той өтіп жатыр деп ойлаймын мен, Құдай қаласа. Мына қайынсіңлім, Құдай қаласа туған күні құтты болсын, денің сау болсын, Алла өмірін берсін. Ана Алла ұн берген ұл-қыздардың қызығын көр, рахатын көр. Менің бауырым көрмей кеткен мені сен көре бер Аллам. Жассын сол. Құдай қаласа бақытжан айналайын. Аллаға шүкір міне. Әйтеуір Құдайға шүкір бір бауырым болса бір бауыр тұрсын Құдайға тәуба деп айтайын. Енді бір жерде қайынсың болса да мына жақта бауырым да бар. Енді бұны былайша қарасам, енді осынша құрмет қылатын ба? Бірақ оған енді көрмет. Құдайға шүкір мейлі. Алланың арқасы осылардың арқасында өсіп жатсын, өніп жатсын. Аллаға шүкір. Ол айтпауға да болмайды, айтуға болады. Құдай той боласын, ден сау болсын, аман болсын. Ел тыныш болсын, бала шағамыз аман, еліміз тыныш болсын. Аллам осындай тойым көп болсын, денің сау болсын. Осындай құрметте жүре бер айналайын. Солай болсын. Мына кішкентай сүйімізді мынау әпше әрі анам ақыл жөнінен әпше бүгінгі пайғамбар жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Мына өсіп отқан ұл қыздарың қызығын көріңіздер, рахатын көріңіздер. Мына немерелер жетектер, бағудан шаршамаңыз, шөберенің қолынан май жалаңыз. Мен өзім әпшеме арнайы бір тағатын сыйлық бір елден өзім тағы олайын. Олай рахмет. Қол соқпаймыз бақыр. Осы менің Бақытжан ағамның осы өлкөде елдің ардақтысы болуына, осы анамыздың да берген түзу батасы, тәрбиесі, берген адал ақ сүтінің арқасы шығар. Ерен еңбек етіп, сол еңбектің арқасында үлкен уақыттың басын иіп, бүгін әкеден бірі болса да қазығынан құлагері, ізінде мұрагері айылмаған азаматсыз бәке. Сондықтан мына нағашылардың өздеріңізге деген сый-сияпаттар табыстап жатыр, онда куәгер болып тұрмыз. Бірінші суретке сұрмамадық па? Осы мынау тоядан бермей-ақ түссек бар ғой, күліп түседі екенбіз әпше. Берсек, бермей-ақ түссек дейін. Берсек күлемей қалады екенбіз.
қыз алып қыз берсін бүгінгі қызыға құрметі жекжаттығы туысқандыққа ұласқан осы төріміздегі Дүйсенкүл анамыздың құда жекжаттарын құрметпен орталыққа шақырамыз. Арнайы Серғазы құдамыз бастайды, ырысты құдағимен бірлесіп келесіз. Бекарыстан Шаңгүл бастаған және де Бейсебай құдамыз Марат Пернекүл, Бекарыстан әлі Айнұр Мұхаммед әлі Несібелі, Насипа бастаған түгел біздің құдаларымыз бен құдағиларымыз орталыққа билеп келе болыңыздар керек. Құда жекжаттарымыз Assalamualaikum warahmatullahi sizlerle bizler bugün bu adamlar Diyecektir kulağımızın alışverişe geliyorlar rahmet anasını varken hürmetler sizlerin bize çok beratı cası cüzgülersin alışverişe kutluyorsun da cüzgü batın lazım o zaman böyle bir de çok geçecek lazım ne olur Rahmet sözü bulacağım. Men bundan жаңағы жақсы айтылған сөздеріне қосылып отырып, айналайын бақытжан құдағи, Дүйсенкүл құдағи, мына сіздерді мен әр уақытта қуаныш тұтам, даже көпшіліктің алдында мақтаныш тұтып, сіздерді осындай құдағи, құдам деп айтуға намыстанбаймын да қуанамын да бір жағынан. Оған мың да бір шүкіршілік, рахмет Аллаға. Міне айналайын сол жастар өне берсін, жақсылығын кенеле берсін, сізге де біздерге де бәрі жақсылық бола берсін. Нағыдай жандеві, батаменен ел көрер, жауыменен жер көрер де жатады, құда қаласына білгенімді айтып, мен де бір неге келерін аңдайын, дегенше. Міне айналайын, құдіретті Алла бәрімізді тура жолға салып, халқымызға иман мен тақуалық, елімізге тыныштық пен береке, ішімізге сәттілік пен табыс сыйлауын, атасымен құрмет адауына әр уақытта жақсылықпен кенеле беруіне келсін. Я пәруәдігі рахмет ет, жақсылығыңды жақын ет, мері шапағатымен күнәмізді ғафу ет, мұратымызды ақын ет, кемел дидарыма жан ділімізді ғашық ет, зияннан әрдайым пайдамызды асып ет, рахмет жаңбырымен жуып күнәмізді жеңет, тауамызды басым ет, келбет дәулет кеңпейіл жан тарының қатын ет, аманатым асаналы иманымызды кәміл ет, адаспайтын ақ жол дін ислам ғашық ет, ата-ана ағаны қарындас қауым момыннан жаһан аманды ғашық ет, нұрлы жамалын көретін жәннат жайын насып ет. Амин. Ya Құдай құлымдай көр, Мұхаммед үмбетімдей көр, шариғар досымдай көр, әруақтар әулетімдей көр, қадіреттер қауметімдей көр, сақырлар сармадымдай көр, сопырлар сардарымдай көр, жомарттар жүретімдей көр, сақабырлар сәрверімдей көр. Ya Құдай мың бір атты бәлігінен сақта, 100 бір атты қатерінен сақта, кезенгенің кезінен сақта, кездірінің сөрінен сақта, еңсес қатқан есерінен сақта, еселеп келер кесерінен сақта, ете басына дауышқаннан сақта, ел ішінен жаушықаннан сақта, күңірен ішқаннан сақта, тырнағы ішіне тұққаннан сақта. Амин. Сыртыңнан күшпан жүрмесін, көңіліме үрей көрмесін, көре алмаған көкшілдер күштен шула көрмесін. Силі етіп Алла басымды, ғұмырлы етін жасымды, Алла қолда өршімге домалатын тасымды. Кәдірім білім ата анамның, қызыбын көргім баламның, күніммен ішім түспесін қолына топас сараңның. Асқақта басын арманым, арелаватын таңдарым, мақсаттарыма жете бер аман болым ал жаным. Е Құдай еліне елеулет, халқына қалаулет, жаппар ем жар болып босағасын берігер, әдірліге ерместей бір-біріне серігер, өбірні шүгірлігі қосағымен қосағар, ақ қалпақты ата болсын, ақ күндікті әже болсын.